Сәлеметсіздер ме? Жанат Шалданбаева. Балалар, бүгінгі өтетін тақырыбымыз 11 сынып жаратылыстану бағыты геометрия. Сабақтың тақырыбы шар және оның бөліктерінің көлемі. Бұл тақырыпқа 2 сағат берілгендіктен біз сіздермен бүгін шар көлемін өтеміз. Шар көлемі теорема. Шардың көлемі бетінің ауданы мен радиусы көбейтіндісінің 3/1 бөлігіне тең. Көз алдарыңызда кеңістікте берілген шар. Шардың ОМ, ОН, ОП радиустары. Ал осы шардың бетінің ауданы біз білеміз 4πr квадратқа тең. Олай болса, теоремада көрсетілгендей 3/1 бөлігі S бетінің ауданы мен радиустың көбейтіндісі көлем тең болады 3/4πr-дің 3 дәрежесіне тең. Дәлелдейік. Шар центрі арқылы жазықтықпен қиған кезде жарты шар пайда болады. Мұна бүтін шардың көлемін табу үшін осы жарты шардың көлемін тауып алып, оны 2 еселейік. Ол үшін біз көлем табудың интеграл формуласынан пайдаланамыз. Бізге функция қажет болады. ОМ, ОП, ОМ радиустар. Және біз сіздермен ОНЛ деген үшбұрышты қарастырайық. Мынау қимада пайда болған шеңбер дөңгелек. Осы дөңгелектің ауданын табудың x-қа тәуелді функциясын түзіп алайық. Көріп тұрғаныңыздай тікбұрышты үшбұрыш LN-нің ұзындығын табу үшін ON дегеніміз гипотенузасы болып тұр тікбұрышты үшбұрыштың, ол радиусқа тең. OL дегенімізді біз x деп белгілеп аламыз. Олай болса, LN-нің ұзындығының өлшемі Пифагор теоремасынан ON-нің квадраты азайтылған OL-дің квадратына тең. Бұдан кеп шығатын нәтиже түбір астында шардың радиусының квадратынан x-тің квадратын айырмасына теңдігін анықталады. Осыдан қима ауданы sx-тен пи көбейтілген жақша ішінде r квадрат азайту x квадрат теңдігін аламыз. Осы пайда болған дөңгелектің қиманың ауданынан біз жарты шардың көлемін анықтаймыз. Білесіздер, біздің x-іміз 0 және радиус аралығындағы айнымалы. Олай болса, интеграл жарты шардың көлемінің интеграл 0 және r аралығындағы пи көбейтілген r квадрат минус x квадрат dx. Демек, осы шар қимасынан алынған интеграл. Оның шектері 0 және r аралығында болғандықтан r квадрат тұрақты шама, оның алғашқы функциясы x азайту, x квадраттың алғашқы функциясы x куб бөлінген 3. Аралық 0 және r аралығында. Бұдан кеп шығатын нәтиже 2π бөлінген 3 r-дің 3 дәрежесіне тең шықты. Нәтижеде біз бүтін шардың көлемін жарты шардың көлемін 2 еселегеннен келтіріп шығардық. Ол 3/4π r-дің 3 дәрежесіне тең болды. Дәлелдеуімізде қажеті осы еді. Шар көлеміне байланысты жаттығу. Шардың көлемі 288π метр кубқа тең. Шардың радиусы мен диаметрін тап. Бұл есепті шығару үшін, балалар, біз шар көлемін формуласынан пайдаланамыз. Шардың көлемі 3/4πr куб. Оны 288π метр кубқа теңестіреміз. Нәтижеде 288-ді 3-ке көбейтіп, 4-ке бөлуден кеп шығатын нәтиже r-дің 3 дәрежесі 216 санына тең. 216 саны 6-ның 3 дәрежесі болғандықтан радиусымыз 6 метр, ал шардың диаметрі 2 еселенген радиусқа тең, ол 12 метрге тең болды. Есептің жауабы шықты. Келесі жаттығуымыз. Қалыңдығы 3 мм және радиусы 9 см болатын бос темір шар жасау үшін қанша темір керек екенін есепте. Жауабын мыңдық үлеске дейін жуықтап аламыз
және пиді жоқ шамасы 3 деп таңдаймыз. Көз алдарыңызда іші қос шар. Шардың радиусы 9 сантиметр. Ал ішкі қос бөлігінің радиусын табу үшін біз оның қалыңдығы 3 мм болғандығын азайтамыз радиустан. Нәтижеде ішкі қос бөлігінің радиусы 9 сантиметр азайтылған 0,3 сантиметр. Нәтижеде 8,7 сантиметр болды. Біз осы қос шардың қанша темір кеткенін анықтау үшін сыртқы шардың радиусын пайдаланып көлемінен ішкі шар қос шардың көлемін азайтқаны шығады. Олай болса, сандарды сандық мәндерін формулаға апарып қояйық. Көлем дегеніміз 3-тен 4 пи радиустың 3 дәрежесіне тең. Бұл жерде үшіміз пидің орындағы мәні 9, сыртқы шардың радиусы азайтылған 3-тен 4 көбейтілген пидің мәні 3, ішкі қос шардың 8,7 3 дәрежесіне тең. Нәтижеде оны мыңдық үлеске дейін дөңгелектеп жуықтап алғанда жауабы 282 сантиметр куб шықты. Есебіміз жауабы шықты. Енді осы бүгінгі сабағымызды бекіту үшін балалар, мынадай сұрақтар сендерге жазып аламыз. Шар бетінің ауданын табу формуласы қандай? Шардың көлемін табу формуласы қандай? Шардың көлемі арқылы шар радиусын қалай анықтаймыз? Енді кезек балалар, сіздерге тапсырма. Бірінші тапсырма. Шардың диаметрі 12 сантиметр. Шардың көлемін анықта. Демек балалар, шардың диаметрі дегеніміз білесіздер. Одан радиусы табу үшін диаметрді бөлеміз, 2-ге бөлеміз. Шар радиусы табылғаннан кейін шардың көлеміне радиустың өлшемін апарып қоямыз. Екінші тапсырмамыз. Ағаштан жасалған цилиндрлік дайындаманың осьтік қимасы 30 мм-ге тең квадрат. Мінекей балалар, осьтік қимасы квадрат. Одан барынша мүмкін болатын өлшемдегі шар ойып алынған. Шардың көлемін анықта. Сіздерге тек қана шардың радиусын тауып алу қажет болады. Квадратқа іштей сызылған шеңберді көз алдарыңызда елестетіңіздер. Ол шеңберіміздің радиусын қалай анықтайтын едік? Демек, квадраттың қабырғасының жартысына тең болады. Тақырып бойынша өз бетімен жұмыс істеуге қосымша ресурстарға сілтемелер. Балалар, білімлен порталында жұмыс істеуге болады. Осы видеолар, сабақтар бар. Дәл солай Дарын онлайн платформасында да көптеген осы тақырыпқа арналған тапсырмалар бар. Және YouTube'да осы шардың көлемін есептеуге арналған есептер, сабақтар топтамасында және біз өтетін Ата мұра баспасынан 11 сынып геометрия жаратылыстану бағыты бойынша оқулықтардан осы тапсырмаларды таба аласыздар. Тамашалағандарыңызға рахмет. Балалар, осы сілтемелерді жазып алыңыздар.